Алтыншы семинар білім берудегі танымал ақпараттық-коммуникациялық технологияларға шолу. Қазіргі білім беру жүйесінде ақпараттық-коммуникациялық технологиялар оқу процесін тиімді ұйымдастыруға көмектеседі. Онлайн-платформалар мұғалім мен оқушы арасындағы байланысты жеңілдетіп, тапсырмаларды беру, бағалау және кері байланыс жасау мүмкіндігін кеңейтеді. Ақпараттық-коммуникациялық технология сервистерінің түрлері. Бірнеше түрлерін қарастырамыз. Біріншісі ол интерактивті тест платформалары. Бұл оқушылардың білімін ойын немесе онлайн тест түрінде тексеруге арналған цифрлық құралдар. Бұл платформалар арқылы мұғалімдер сұрақтар құрастырып, оқушылардың жауаптарын автоматты түрде тексере алады. Мысалы, Kahoot, Quizzes платформалары. Екінші ол бізде интерактивті сабақ платформалары. Интерактивті сабақ платформалары сабақ барысында оқушылардың белсенді қатысуын қамтамасыз ететін онлайн құралдар. Мұғалім презентациялар, тапсырмалар, сауалнамалар және топтық жұмыстар ұйымдастыра алады. Мысалы, Nearpod немесе Padlet платформалары. Келесі онлайн оқу жүйесі. Бұл оқу процесін толық ұйымдастыруға арналған цифрлық платформа. Бұл жүйелерде мұғалімдер оқу материалдарын жүктеп, тапсырмалар беріп, студенттердің жұмысын бағалап және кері байланыс жасай алады. Мысалы, Moodle және Classroom Google платформасы. Moodle және Google Classroom сервистеріне салыстырмалы талдау. Цифрлық білім беру платформалары оқу процесін тиімді ұйымдастыруға, оқу материалдарын онлайн түрде таратуға және оқушылар мен мұғалімдер арасында кері байланысты қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Осындай кең таралған білім беру платформаларының қатарына Moodle және Google Classroom жатады. Бұл екі сервисте қашықтықтан оқытуда және аралас оқыту форматында кеңінен қолданылады. Moodle қашықтықтан оқытуға арналған ең танымал білім беру платформаларының бірі. Бұл жүйе алғаш рет 2002 жылы австриялық педагога әрі бағдарламашы Мартин Дугиамас тарапынан жасалған. Moodle атауы Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment деген мағынаны білдіреді. Moodle платформасының ерекшеліктері. Moodle платформасы оқытушыларға толыққанды онлайн курс құруға мүмкіндік береді. Мұғалімдер бұл жүйеде оқу материалдарын жүктеп, тест тапсырмаларын жасап, форумдар ұйымдастырып, студенттердің оқу жетістіктерін бақылап отыра алады. Moodle платформасының негізгі мүмкіндіктері: онлайн курстар құру, тесттер мен тапсырмалар ұйымдастыру, форум және чат арқылы байланыс жасау, студенттердің оқу белсенділігін бақылау, бағалау жүйесін автоматтандыру. Бұл платформаның тағы бір артықшылығы оның ашық кодты жүйе болуы. Яғни, оқу орындары жүйені өз қажеттілігіне қарай өзгерте алады. Сондықтан Moodle көбінесе университеттерде және жоғары оқу орындарында қолданылады. Дегенмен Moodle жүйесінің интерфейсі кейбір қолданушылар үшін күрделі болуы мүмкін. Сонымен қатар платформаны орнату үшін техникалық мамандардың көмегі қажет. Google Classroom платформасының ерекшеліктері. Google Classroom бұл білім беру процесін ұйымдастыруға арналған заманауи онлайн сервис. Бұл платформа Google компаниясының тарапынан 2014 жылы жасалған. Google Classroom платформасының негізгі мақсаты мұғалімдер мен оқушылар арасындағы байланыс пен оқу процесін жеңілдету. Мұғалімдер бұл жүйеде тапсырмалар беріп, оқу материалдарымен бөлісіп, студенттердің жұмыстарын тексере алады. Google Classroom басқа Google қызметтермен бірге жұмыс істейді. Мысалы, Google Drive файлдарды сақтау, Google Docs құжаттармен жұмыс, Google Meet онлайн сабақ өткізу.
Google Classroom платформасының басты артықшылығы оның қолдануға өте жеңіл әрі түсінікті болуы. Мұғалімдер мен оқушылар жүйеге тез үйренеді және оқу процесін оңай ұйымдастыра алады. Алайда бұл платформа Moodleмен салыстырғанда функционалдық мүмкіндіктері жағынан шектеулі болып келеді. Moodle және Google Classroom платформаларының айырмашылығы. Бірінші платформа түрі бойынша Moodle ол толық оқу басқару жүйесі, ал Google Classroom қарапайым оқу ұйымдастыру сервисі. Қолдану күрделілігі бойынша Moodle күрделірек, Google Classroom өте қарапайым болып келеді. Функционал мүмкіндігі Moodle'да өте кең, Google Classroom'да орташа. Интеграция бойынша Moodle'да плагиндер арқылы болатын болса, Google Classroom Google сервистерімен жүзеге асырылады. Қолдану орны Moodle'да университеттер, колледждер болса, Google Classroom'да мектептер, онлайн сабақтар. Қорытындылай келе, Moodle және Google Classroom платформалары білім беру процесінде маңызды рөл атқарады. Moodle жүйесі күрделі әрі мүмкіндігі кең платформа болғандықтан, көбінесе жоғары оқу орындарында қолданылады. Ал Google Classroom қарапайым интерфейсімен ерекшеленеді және мектептерде немесе шағын курстарда тиімді қолданылады. Сондықтан да платформаны таңдау оқу мақсатына және пайдаланушылардың қажеттілігіне байланысты болады.